жүректерде жауынгерлерге ұқсас. Алла елшісінің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, былай деп айтқаны жеткізіледі. Жүректерде жауынгерлерге ұқсас. Егер олар өз араларында ұқсас, ортақ нәрсені тапса, олар бірігеді. Ал егер ортақ нәрсені таппаса, олар бірікпейді. Ескертпе. Бұл хадистен мынаны түсінеміз. Ең алғашында жүрекке қандай қасиет салынса, жаман немес езгі, кейін ол өзіне ұқсас жүректерге талпынады. Міне сондықтан тақуа адамдармен араласады, ал бұзықтарға жақын келеді.